колдоочулар берген сертификат бар ғой, спага, массажга. Мама экөөбүз барамыз деп ойласак, оказывается, ол жакта кәдімгі өте көп адам барады екен. Сонымен даже алдағы 10 күнге предзаказ жасап қояды екен да. Сонымен бұл сапожка болмай алдағы 10 күнге қойып қойдық. Бұйырса, мен бір қызбен жолығып, жұмыстарымды ақылдасуым керек. Вообще болмай қалды. И офисқа кетіп бара жатырмын, потому что мен TikTok кеше мүлде қарамағам, оказывается, TikTokта сондай отрывоктар шығып кетті. И астына комментарийға Зарина апа деп жазғандар бар екен да. Оған 3000-5000 адам лайк басып шықты да. Мә, Аллах сақтасын, соншама андай таң қаламда бір түрімді айт, жарайды, қасымды айт, кірпікті айт, білгенін айт та, енді жасалмаса да ерінді жасады деп айт, но именно орамалдың тарапына Аллахтың парыз еткен нәрсесіне сондай нәрсе жазғандарға мен айта алмаймын. Қарғағым келіп тұр да. Менің үлкен ұлыма қараған осы екі сіңілім Тәуіржан кішкентай кезі туралы көп естеліктер біледі. Сен қай кезде қарап кеттің айтшы? Абитуриент кез екеумізде де? Иә, студент кезде қараған. Тәуіржан осы әпкелермен әлі күнге байланысып араласып тұрады екен. Ол мен десейші. Қайырлы кеш, баршаңызға қалайсыздар? Мен деген бүгін целый день макияжсыз жүріп, макияжым сам макияжмен түрінде сөйтіп үйге келе салып жасап алдым. Негізі мен обычно магазинге, даже бассейнге барған кезде да макияжбен жүретінін білмеймін, маған андай макияжсыз жүрген бір түрлі көрінетін. Бірақ бүгін отырдым и көп комплименттер естідім ше. Қолдауларыңызға көп рахмет, салып жатқан видеоларыңызды, жазып жатқандарыңызды барлығын көріп жатырмын. Сол, қазір енді киноға бара жатырмын, ертең бізде демалыс. Негізі эфирға келгелі менің деген режим кәдімгі түзелді, сағат 11-12-де жатып, таңғы 7-де тұрып жүрмін. Солай.